Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мына жерде Ықылас сүресі, Фалақ, Нас сүрелері бар. Осылардың әрбір сөзін аударып, түсініп, намазы сесініп оқуға Аллах тағала нәсіп етсін. Мен қазір оқимын аятты, сосын әрбір сөздерін аударамын, және де аятты тағы бір рет оқимын, түсінікті болсын. Жарай ма? Сіздер мұқият тыңдап жазып алыңыздар. Және де бір ескертетін жайт бар, қараңыздар. Ықыласта, Фалақта, Нас сүрелерде қул деген сөзден бастады. Мысалы, құл хуаллаху ахады, құл аъузу бироббил фалақ, құл аъузу бироббин нас. Бұл жерде қул деген аудармасы айт дегенді білдіреді. Сонда құл хуаллаху ахады. Айт, ол Аллах жалғыз. Бұл жерде құл деген айт, хуа деген ол, Аллаху деген Аллах, ахады деген жалғыз. Айт, ол Аллах жалғыз. Келесі Аллаху сомады. Бұл жерде Аллах, бізде Аллах әс-сомады деген барлығы оған мұқтаж, және де ол ешкімге мұқтаж емес деген мағынаны білдіреді. Аллаху сомады. Келесі ләм ялиді уә ләм юляды. Бұл жерде ләм ялиді деген тумады, уә деген және деп аударылады, және де ләм юляды туылмады деп аударылады. Байқасаңыздар, мына ләм деген бұл арабтарда жоқ, болымсыздық есімдігі деген болады ғой, соны білдіреді. Ләм ялиді уә ләм юляды, тумады және туылмады. Келесі уә ләм якул ләху куфуан ахады. Уә деген және, ләм якул болмайды деген білдіреді. Ләху оған, куфуан деген теңдес, ахады ешкім біреу. Сонда және оған теңдес ешкім жоқ деген мағынаны білдіреді. Аудармасын оқиық. Бірінші, ей Мұхаммед, былай де, ол Алла жалғыз, серігі жоқ. Алла тәуелсіз, оған күллі зат тәуелді мұқтаж. Ол тумады және туылмады. Оған теңдес ешкім жоқ. Міне Ықылас сүресін біттік. Түсінікті ғой? Келесі бізде Фалақ сүресі. Фалақ сүресі Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл аъузу бироббил фалақ. Бұл жерде құл деген айт, аъузу деген аъузу биробби Раббысына сыйынамын. Аъузу деген сыйынамын, биробби Раббысына. Фалақ, фалақ деген таңның деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ғой? Фалақ деген таң деген білдіреді. Мин шарри мә халақ. Мин шарри деген кесірінен, мә халақ жаратқандарының кесірінен. Сыйынам деп тұр ғой. Келесі уә мин шарри ғасиқин иза уақабы. Бұл жерде уә мин шарри және мин шарри деген кесірінен, ғасиқин деген түннің, ғасиқин түннің, иза уақабы қараңғылық қаптаған кезде. Келесі уә мин шаррин наффасати фил уқады. Бұл жерде уә деген және, мин шарри деген кесірінен, уә мин шаррин наффасати деген үрлегендердің, фил уқады деген түйіншектерге. Фи деген араб тілінде бір нәрсенің ішінде деген білдіреді, яғни түйіншектің ішіне деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі уә мин шарри хасидин иза хасады. Бұл жерде уә және мин шарри кесірінен, хасидин қызғаншақтың, иза хасады қызғанған кезде. Аудармасын оқиық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Былай де, таңның Раббысына сыйынамын. Таң деген бізде Фалақ. Жаратқан мақлұқатының кесірінен, қараңғылық қаптаған кездегі түннің кесірінен, түйіншектерге үрлегендердің кесірінен, күншілдердің күндеген кездегі кесірінен. Келесі бізде Нас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл аъузу бироббин нас. Бұл жерде құл айт, аъузу сыйынамын, биробби Раббысына, бироббин нас, нас деген адамдардың, маликин нас, малики патшасына, маликин нас адамдардың патшасына. Сонда нас деген адам дегенді білдіріп тұр, я? Келесі илахин нас, илахи деген құдайына, тәңіріне, нас деген адамдардың, мин шаррил уәсуәсил ханнас. Мин шарри кесірінен,
мин шаррил уәсуәси деген азғырушының, ханнас деген сыбырлаған, әлләзи юәсуису фи судурин нас, әлләзи сондай дегенді білдіреді. Юәсуису деген уәсуәса салаты, фи судури деген көкірегіне, нас деген адамдардың, минал джиннати шындардан, уән нас және адамдардан. Аудармасын оқиық. Былай де, сыйынамын адамдардың раббысына, адамдардың патшасына, адамдардың тәңіріне, сыбырлаған азғырушының кесірінен. Ол адамдардың көкірегіне уәсуәса, күмән, күдік салады. Ол уәсуәса салушылар жындардан және адамдардан. Нас деген бізде аудармасы адам деген болып тұр, Келесі фалях деген аудармасы бізде таң деп тұр. Видео аяқталды. Ұнаса лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Олар да Құран сүрелерінің әрбір сөзін аудармасын біліп жүрсін. Оқыған намаздарыңыз, құрандарыңыз қабыл болсын. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.